Mектеп. Тұрыңдар. Hazır. Ortada. Mектep direktörü Mahmut Bekman Kuraloğlu. Қазақстан Республикасы үкіметінің 799 жарлыққа сәйкес 11-інші жалпы білім беру мектебіне кеңес одағының батыры 11-ші халық қаһарманы 1-ші армия генералы тұңғыш қорғаныс министрі Қожахметұлы Сағадат Нұрмағамбетовтің ескерткіш тақтасы құрметіне тапсырылды. Баяндаған әскери жетекші Ислам Әдібеков. Баяндама қабылданды. Еркін тұр. Отырыңдар. Суға қатысы Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы тіркесін. Қазақстан Республикасының әнұраны орындалсын. Қазақстан Республикасының халық қаһарманы 1-ші нөмірлі армия генералы Нұрмағамбетов Сағадат Қожахметұлын 1 минут үнсіздікпен еске аламыз. Армысыздар, аса мәртебелі қонақтар, құрметті ұстаздар, ардақты ата-аналар мен жас отан қорғаушы ұландар. Бойында бар адамдық пен тектілік, болашаққа жетелеген отты үміт. Бармысыздар сабырлы алтын ағайын, армысыздар жиналған жұрт көпшілік. Баршаңызға қайырлы күн. Қазақстан 2030 стратегиясындағы негізгі бағыттардың бірі ретінде білімі мен білігі жағынан шетелдердегі замандастарымен бәсекеде жеңілмейтін, сонымен қатар бойында ұлттық ділі сақталған, отаншылдық рухы кемел қазақстандықтардың жаңа ұрпағын тәрбиелеу қажеттігі баса айтылған. Тек осындай ұрпақ қана еліміздің мерейін бүгінгі жеткен биігінен аласартпай, жаһандану аталатын үрдістің теріс ықпалын бойына дарытпай, әлемнің көшіне ілеспек. Міне, осындай ұрпақты тәрбиелеп, біліммен сусындатып отырған 23 жылдық тарихы бар номері 72-ші жалпы орта білім беретін мектепке 2020 жылдың 27 қарашасында үкіметтің номері 799-шы қаулысы бойынша Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің 1-ші армия генералы, тұңғыш қорғаныс министрі Нұрмағамбетов Сағадат Қожахметұлының есімі берілді.
Сағадат Нұрмағамбетов 1924 жылы қазіргі Ақмола облысы Ақкөл ауданы Қосым ауылында туған, үйдің кенжесі. Әкесі Қожа Ахмет, анасы Айса, ағасы Сағит. Сағадат дүние есігін ашуға бір ай қалғанда, әкесі Қожа Ахмет өмірден озады. Айса жалғыз қалып, екі ұлын асырау үшін бар күшін салады. Алайда, елімізді ашаршылық жайлаған 1932 жылы Сағит пен Сағадат отбасының тірегі болған аналарынан айырылып, толы жетім қалады. Бұл кезде Сағадат бар жоғы 7 жаста еді. Отбасына беруге арналған салтанатты іс-шараға тағы да қош келдіңіздер деймін. Шын мәнінде нағыз ел есімі ел есінде қалады. Оның бір куәсі мінекей ұлы тұлға Сағадат Нұрмағамбетов атамыздың есімі біздің мектебімізге беріліп отыр. Бұл үшін Қорғаныс министрлігіне, жергілікті атқарушы органдарға, жалпы қаламыздың әкімшілігіне, білім басқармасына, барша қолдап отырған әскери адамдарға, әскери азаматтарға, жанымызға серік болып жүрген серік ағаларымызға алғысымыз шексіз. Шын мәнінде бізге артып отырған сенімдерімізді ақтауға намысымыз келгенше, намысымыз жеткенше, шамамыз жеткенше тырысамыз. Шын мәнінде бұл мектепте қазіргі таңда жас сағадаттар білім алуда. Біз ойлаймыз, мектеп табалдырығынан аттаған ардагер мырзалар, мен Шымкент қаласы білім басқармасынан алғашқы әскери және технология дайындық пәні бойынша, патриоттық идеология бойынша әдіскерімін. Осы білім басқармасына қарасты білім мекемелерінде жас сарбаз ұйымдары ашылған. Мына өте керемет ағаларымыз жақсы өмірбаянынан кездескен, жүздескен кездерін бәрін айтып еске алып отыр. Үлкен мынау ата-баба рухына лайық боламыз деген үміттеміз, сенім білдіреміз. Алдағы уақытта осындай бабаларымыздың, ұлы тұлғаларымыздың атына берілген білім мекемелері қатары саны көбейе берсін дейміз. Не дейміз? Мына жастарға жаңа жақсы айтылып отыр. Қазақстан Республикасы мемлекеттік туы агенттісі. Бас.
зерек оқушылар. Шымкент қаласы білім басқармасына қарасты номер 72-ші жалпы орта білім беретін мектепте ұлағатты тұлға Сағадат Нұрмағамбетов атамыздың есімін беруге арналған салтанатты іс-шараға тағы да қош келдіңіздер деймін. Шын мәнінде нағыз ел есімі ел есінде қалады. Оның бір куәсі мінекей ұлы тұлға Сағадат Нұрмағамбетов атамыздың есімі біздің мектебімізге беріліп отыр. Бұл үшін Қорғаныс министрлігіне, жергілікті атқарушы органдарға, жалпы қаламыздың әкімшілігіне, білім басқармасына барша қолдап Жайлап тарта беріңіздер. Тарта беріңіздер. Құрмет партиясына арнайы гүл шоғын қою рәсімі.